Сәлем достар, эфирде оңай English бағдарламасы, сендермен мен Данияр. Бүгінгі біздің талқылайтын тақырыбымыз be-to құрылымы. Be-to құрылымы тек осы шақта және өткен шақта ғана қолданылады. Be-to құрылымы осы шақта am, is, are және өткен шақта was, were етістіктермен бірге жазылады. Жалпы be-to құрылымының беретін мағынасы міндетті болған бір нәрсені істеу немесе бір іс-әрекетті істеуге мұқтаж болу деген сияқты мағынаны қамтиды. Мысалға, I am to go to a dentist. Менің дәрігерге баруым қажет. Мен соған мұқтажбын. Be-to құрылымының сөйлемде атқаратын бірнеше қызметі бар. Бірінші қызметі timetabled, яғни кестеге, орысша айтқанда расписаниеге сәйкес іске асатын міндетті болған іс-әрекеттер. Мысалға, the train is to leave at 4 p.m. Пойыз сағат 4-те жүреді. Яғни ол 4-те жүруге міндетті. Екінші мысал, when you come back, you are to write a detailed report. Сен қайтып келген уақытыңда сондай егжей-тегжейлі баяндалған есеп жазуға міндеттісің. Кестеге сәйкес іске асуда. Екінші қызметі forbidden, яғни тыйым салынған іс-әрекеттерді сипаттау үшін қолданылады. You are not to smoke here. Сен бұл жерде темекі шеге алмайсың. Are және to көріп тұрғандарыңыздай. Екінші мысал, she is not to watch this movie. Оның бұл фильмді көруге хақысы жоқ, яғни оған тыйым салынған деген сияқты. Үшінші атқаратын қызметі impossible, яғни істеу мүмкін болмайтын әрекеттерді, оқиғаларды сипаттау үшін қолданылады. Мысалға, this amount of work is not to be done in 1 month. Мына жұмыс көлемі бір ай уақытта істелініп бітпейді, яғни мүмкін емес. Is және to is not to be done in 1 month. Екінші мысал, my car is not to be repaired by the end of the week. Менің машинем аптаның соңына дейін жөнделіп бітпейді дейді. Яғни оны ол уақытқа дейін үлгеру мүмкін емес. Және төртінші қызметі destiny, яғни тағдыр. Солай істеліну керек болған нәрселерді сипаттау үшін қолданылады. Мысалға, I was to become a singer. Мен әнші болуым керек еді. Яғни о баста мен тағдырыма солай жазылған деген сияқты мағынадағы сөйлем. Was өткен шақта берілген бізде. Be-to құрылымы сөйлемнің түрлеріне қарай қандай өзгерістерге ұшырайды. Хабарлы сөйлем немесе болымды сөйлем. They were to witness Liverpool's loss. Оларға Ливерпульдің жеңілісін көру жазылған еді. Тағдырларында were өткен шақта берілген. Сұрау сөйлем кезіндегі өзгеріс. Is grandma to see her friends today? Бұл жерде бізде is сөйлемнің алдыңғы жағына шығып кетті. Is grandma to see her friends today? Бүгін апамыз өзінің достарын көретін беді. Яғни көруге міндетті ме, солай болу керек пе деген сияқты сөйлем. Және болымсыз сөйлем. I am not to tell the truth. Менің шындықты айтуға хақым жоқ. Яғни маған тыйым салынған олай істеуге. Бұл жерде ескеріп кететін жайт, сіздер болымды, болымсыз немесе сұраулы сөйлемге ауыстырған кезінде абай болғандарыңыз жөн, өйткені сөйлемнің мағынасы өзгеріп кетуі мүмкін. Достар, жалпы алғанда осы. Келесі санымызда біз ағылшын тіліндегі басқа да тақырыптарға тоқталатын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Ендеше